жас жаңағы жасөспірім ғой, енді қазір 19-20 жас енді кәдімгі жас қыздар ғой. Сол қыздарға өзіңіз сияқты тез жетістікке жету үшін не істеу керек, не айтар едіңіз? Дәл қазір блог, дәл қазір сторис, дәл қазір әлеуметтік желі секілді өте ерте көтерілуге мүмкіндік жоқ. Сондықтан да мен айтатын едім, егер сіздің ішіңізде айтатын дүниеңіз, бөлісетін дүниеңіз болса, міндетті түрде қазір әлеуметтік желі арқылы өзіңіздің аудиторияңызды жинайсыз, и сол аудиторияға проявляция етуден бастаңыз дегім келеді. Себебі бұл секілді тез көтеріп кетуге вообще басқа ешқандай вариант жоқ. Өзіңіз де сол жолдан өттіңіз? Иә, мен өзім де сол жолдан өттім. Получается, қазір 4 жыл ма уже мен Инстаграмда эксперт, блогермін. И 4 жылдың ішінде жасаған мына результатымды мен басқа ешқандай сферада жасай алмаушы едім. Рахмет, Лаура ханым. Сіздерге де рахмет. Бұдан үлкен белестерді бағындырады деген сенімдемін. Рахмет. Келгеніңізге рахмет. Сізге де рахмет.